Sabahımızda bastayı dolayısıyla aldı yiyelim. Sınıfta tüyürde balayıp kim gezecekşi bugün? Kim yok sabahlar bugün sabahlar kuralda yaptı otur yok. Жарайды отырады. Олай болса бүгіндегі сендерге сәттілік. Менің барлығыңа алдыменен барлығын орныңыздан тұрып, топқа бөлініп алып, мына жерге кішкене парақтар қойып, алдарында сол парақтар бір-бір алыңдар парақшаны. Яғни партада 3 топқа бөлінген вектор және түзу скаляр деп топқа жазылып тұр. Вектор тобына көркем оқушылар вектор тобына жайғасамыз, түзу тобына Slow оқушылар вектор тобына жайғасайық, ал скаляр тобына ақылды оқушыларымыз скаляр тобына жайғасамыз. Әр оқушы өз тобын тауып аламыз, кәні жайғасайық келістен. Түзу тобында 6 қатысушы бар екен, скаляр тобында 5 қатысушы, яғни вектор тобында 6 қатысушы бар екен. Ал олай болса, бүгін сендермен топпен жұмыс жасайтын боламыз сабақ барысында. Алдыменен біз үй тапсырмасын қайталап алайық. Үй тапсырмасын қайталап алу үшін сендерге қайталау сұрақтары тәрсі әдісі бойынша қайталап алайық. Топтық жұмыс яғни 6 кеспе қағазда тәрсі әдіс бойынша 6 бұрыш құрастырамыз. Уақыт өлшеулі қазір 7 минут уақыт берем қайталауға, яғни тәрсі әдісін қайталанып, үй тапсырмасын қайталанып. Топпен жұмыс жасаймыз, кәні бірігіп, жақындай түсеміз бір-бірімізге. Жақындай түсеміз, кәні тәрсі әдісін қайталанып, 6 бұрышты фигура шығу керек. 6 бұрышты фигура шығар кәні. Топта бәрін жиынбасқан түрде кірісеміз. Барлығымыз бірге атсалысатын болайық, кәні. Тәрсі әдісін қайталанып, үй тапсырмасын қайталаймыз. Бәріміз бірге ұстамет жақындап босқамыз кәні. Затон келелеп сәлем тобы жақсы, бірлескен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Думан жақындаймыз кәні. Думан жақындаймыз. Өзілесін қосамыз кәні. Қай топ бірінші болса, шапалақпен ишара береміз болдық деп, я? Үй тапсырмасына қай топ қалай дайындалды етесің? 6 фигурадан 6 шығар, я? Жоқ, бір ғана фигурада сызылдар болды. Қазір мен біреу тексере шығар. Мынада мысалы, 12 көшелесі, мынада несі. Ал жұмысыздар 16 болады. Ал екеуі көбет соған қараймыздар. Дұрыс. Біреу есетін берілген, біреу жауап. Я солай ма? Ой, жоқ, мынау кетеді, мынау кетеді. Топ başlar, әрбір қадамды дұрыс белгілеп отырады. Бір ғана дұрыс шешімін тапқан оқушыға бір ғана пайда белгілейміз үй тапсырмасына. Яғни жалғыз топқа 6 пайданы. Керемет топтар әрбір өз үлесін қосып отырамыз, иә?